Баршаңызға сәлем. Бүгін етті бәліш пісіреміз. 2 жұмыртқа, 200 грамм қаймақ ыдысқа саламыз және араластырамыз. Сосын 100 грамм сары май қосамыз, тағы араластырамыз. Майдың жұмсақ болуы маңызды, еріген болуы керек. Аздап тұз қосамыз. Онды ситудан өткіземіз. Разрыхлитель салып араластырамыз. Бірнеше минут қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болу керек. Дайын қамырды пленкамен жабамыз. 20 минутқа тозаңытқышқа қоямыз. Енді начинка дайындаймыз. Картоп пен пияз кішкентай қылып тураймыз. Ыдысқа фарш, картоп, пияз саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Сосын жақсы араластырамыз. Дайын қамырды екіге бөлейміз. Оқтаумен қамырды жаямыз. Начинканы қамырға саламыз. Сосын екінші қамырды бетіне жабамыз. Бетін түйеміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Күнжітті себеміз. Енді духовкаға 40 минутқа жай отқа қоямыз. Ал өте дәмді керемет бәліш болып шықты. Ас болсын, лайк басыңыз. Маған жазылыңыз. Сау болыңыздар.